Кітап адамның ой санасын байытып, жүрегіне жарық түсіретін шамшырақ. Әр парағын ашқан сайын, жаңа әлемге еніп, жаңа ойға, жаңа арманға жол табасың. Кітап оқығаншан ешқашан тоқтап қалмайды. Ол үнемі ізденісте, дамуда, биікте болады. Менің қолымдағы тұрған Бауыржан Момышұлының «Шханыя» повесті. Повесінде Бауыржан Момышұл өзінің өмірінің алғашқы шақтарын көрсетіп, тәрбиесін, салт-дәстүрін және де қазақтың құндылықтарын көрсетеді. Менің ойымша, осы кітап өте қызықты, және де барлық жастарға оқуға кеңес беремін. Менің оқыған кітабым Михаил Булгаковтың «Ит жүрегі». Михаил Булгаков «Ит жүрегі» повесінде сатиралдық, фантастикалық шығарма. Профессор итке адам мүшелерін салып, тәжірибе жасайды. Ит Шариков деген адамға айналады, мәдениетсіз, қауіпті болады. Профессор өз қателігін түсініп, оны қайтадан итке айналады. Шығармада адамды күшпен өзгерту мүмкін еместігі сыналады. Шығармада өзгерістердің терең ойлары туралы айтады. Қаныштың жастық шағы Төкен Оразов. Ол бала кезінен білімге және табиғатқа қатты қызығатын. Ол әкесі мен үлкен қасындағы кісілер оны білімге баулиды. Бұл шығармада Қаныштың білімге құштарлығын суреттеледі. Бұл кітапты оқуға